бетбақ дала, қайсар дала. Кешегі аңыздардың, бүгінгі сынақтардың мекені. Біз оны бағындыруға шыққан едік. Бірақ ол бізге мүлде басқа жауап қайтарды. Ал сапарымыздың жалғасына Алматыдан екінші команда келіп қосылды. Біздің мынау жігіттер екінші экипаж бізбен бірге қосылып отыр. Алматыдан аяқ астынан шықтым. Қалай жол болды? Жол жақсы, енді қызық енді басталады деп ойлаймыз. В общем, достар, тиктоктан менің подписчигім осылай Абай деген жігіт хабарласып, біздің баратын жерімізді, қай жерге барып жатқанын бәрін көріп отқан, және де өзінің жол көрсетіп жіберейін деп біз енді бетпақ даланың Жамбыл облыс жағына келдік қой. Енді Қарағанды облыс жағынан түсіп бара жатырмыз. Жолды білмегеннен кейін жолды білетін адамдармен барғанымыз жақсы. Достар, осындай Босаға деген ауылға келдік. Күшті ауыл екен, кішігірім станция ауыл екен. Қасым болады. Ағбай. Қалайсыз? Жақсы, өзің бол. Шүкір. Ауылдарыңа келіп қалдық. Керемет. Қалай жеттіңіздер, жақсы? Жақсы. Мына жол жақсы екен, неден? Ағадырдан бері жол жақсы екен, Ағадырға дейін. Анау. Иә, кейбір жерлер ассаман. Ертерек деген ертерек. Абай бол дейсің. Бекзат деген асыл. Ассаман. Қалайсыздар? Кішігірім ауыл әдемі компактный екен, Иә. Мынау отыр ма? Сапарларыңыз оңынан болсын, әдемі. Интернеттен алып, мотоциклистер, мал шығарып. Иә. Мынау сирай дейді ғой. Үйге кірейік. Баратын болсақ, Көкшетауға баратын болсаңыз, пойызбен барсаңыз өтесіздер. Астанадан барсаңыз өтесіздер. Сен екеуміз ғой бұл жерден? Иә, қалай өтесіздер? Жоқ. Жалпы сол салата болған. Ал мен Ya Allah, bir özünü şiinamız Allah, bir özünden ғана жәрдем тілейміз Allah. Осы отырған бәрің Allah ұзақ ғұмыр, жүректеріңді Allah иман өмірмен нұрландырып, істеп жүрген істерің, сапарларың оң болсын, ниетлесіңдер тілектеріңді Allah қабыл қылсын. Ya Allah, осы отанымызды, халқымызды, елімізді аман есен қыла көр Allah. Осы қазақ елінің, қазақ халқын, қазақ мұсылман мемлекеті болып, қияметіне дейін тұруына Allah нәсіп ете көр Allah. Қияметіне дейін тұруына нәсіп ете көр. Ya Allah, осы еліміздің, мемлекетіміздің жан-жағынан қоршап тұрған алпауыт мемлекеттердің, мына орыстардың, қытайлардың зұлымдығынан сақтай көр Allah. Осы алпауыт елдердің зұлымдығынан сақтай көр Allah. Ya Allah, бір өзіңе сыйынамыз, бір өзіңнен ғана жәрдем тілейміз Allah. Осы сапарларың оң болсын, тілеген тілектерің орындалып, аман есен шаруаларыңды бітіріп, отбасы ошақ-қасарың аман есен жетуіңді сендерге Allah нәсіп етсін. Ниеттесіңдер тілектеріңді Allah қабыл айласын. Allah. Сіз де Алматыда келіңіз. Алматыда бір үйіңіз бар, бағана айтқандай бар. Алла қалса біз әлі келеміз осында. Жан тақса. Иншалла. Көп адамдар мен тартып істейді.
Сосын енді мен сразу айтайтын мәселем, мен сізді білмеймін. Ана жерге барғаннан кейін кішкене әдепсіздік ана мынау болмайды ғой да, жігіттер. Не қандай? Жоқ, енді былай құрметсіздік бірдеңе болып қалып жүрмесін. Бір жігіттерді апарып мен ширкістан жасап кеткен ол жерге барып. Қылыштардың сынықтарын тауып алған. Қылыштан ау адамның қаны қалса дағы кетпейді. Қанша кетсе де. Арамған дейсің ғой. Садықтың бастарын тапқан осындан. Осы жазықта соғысты. Ана не тау қалмақ қырылған. Қалмақ қырылған басында енді талай нелер бар ғой. Соғысқан батырлардың қылыштары. Көбісі іздеп неткен. Осы жазықта соғысқан осы маңайда. Бұлардың садақтардың бастары ерекше болып көреді. Анау кірсе шыққаннан кейін қан тоқтамау үшін де жасалған. Садақтың бастары өздері сондай жасалған өзі. Музейлерде бар ғой. Самаурын нелері табылған да. Қазірден енді батырлардың биттері, күмбездері көп мына мұндарда. Мысалы таулардың маңайында. Арқаның бетпақ деген даласы бар, бетпақ шөл ойлы қырлы даласы бар. Сол жерде ел жоқ, күн жоқ, өсіп өнген жәндіктің киі. Бетпақ тауы қыстың жазы ел болмайды, ел жайда өзін яки күл болмайды, бұтасы құбай алыш. Рекс. Хозяин қайда? Арбар. Жаңа трактор бар ғой? Таятқан таулар. Ассалаумалейкум. Мен тілімді алсаңыздар, мына жерде 4 шақырым анау белден асқаннан кейін, ана таудың, мына тау тұр ғой, ар жақ етегінде бұлақ, тастан қаланған қорадар. Иә, қорадар тұр енді. Коммунизм кезінде Жамбыл облысы, Жезқазған облысынан 2 миллион гектар аренда алған. Кенесары ханның басы зімайты өшірде жатыр. Отың қай? Мұсылман, жамағат мұсылмансыздар ма? Енді отыра берсіз сол жерде бұл жерге тақалмаймыз десе, отыра қалыңыз. Бирахматика, я рахмани рахим. Аумин, Аллаху акбар. Біздің миссиямыз аяқталған шығар. Сіздерге сәт сапар тілеп, біз де ауылға қарай жылжимыз бұйырса. Бұл сен қазір Жолымызда. Өтел, таңбал тастың ар жағында. Я қазір шөйін біреуін сауалам ғой. Анау, қазір аспаптар суды алып келді ғой. Бұлақтың басынан 1 метрден астам деді. Мына машинелердің барлығы батып қалады. 1 метрден екен. Аман жүрміз әрдайым. Экспедициялары сәтті өтсін. Подписчиктеріңіз көп болсын. Жаңа қалай дедіңіз? Қазіргі баталар солай. Қасым Май қазақ. Нөміріңіз Абайда бар ғой? Бар, алыңдар телефон иншалла. Алматыға барып атсақ. Обязательно хабарласыңдар, Алла қаласа. Сендерге рахмет осындай жерде. Енді Құдай қонақ дегеннен кейін. Мына жерде әждірдің ауылы болған дейді. Мына жер енді ертең көресіздер енді Алла қаласа сырғанақтасыз. Сырғанақтас, сырғанайсыздар. Атпен сол. Жаңағы өткен жер мына жер.
тамбалы тас. Тасқа тамба салынған. Баяғы осында не болады деген. жаңа сайдың шетіндегі тастар. Иә, иә. Сумкаңды алдың ба? иә сонда нивада иә Жақсы жігіттер, алла жол болсын. жақсы Рахмет сендерге, алла разы аман болсын. жүріңіздер жол көрсет Сізге рахмет айтып. Жақсы, керемет болды. Байланыстамыз. Жақсы сау болыңыздар аға. Жолдарыңыз болсын. Трассамен жүреміз. Қайтар жолымызды реттеп, сапарымызды жоспарлағаннан кейін біз жолға шығып кеттік. Алайда бұл сапарымыз кенеттен өзгеріп кетті. Біз ойлағандай болмады. Бәрі де Алланікі, бәрі де Аллаға қайтады демекші. Алла берді, Алла алды енді. Себебін жасадық. Енді бұндайды айтады ғой қазақ. Осымен пәлекеттер кетсін депші. Адамдардың сөзі бар, көзі бар дегендей. Көремаушылығы бар. Сен осындай нәрсемен жуып шайымыз енді. Ең бастысы өзіміз аманбыз. Аллаға шүкір. Жігіттер аман. Жанған бетпақталамызды өшірдік. Аллаға шүкір. Әйтсе қарасаңыз бәрі жанып тұрған. Өшірдік бәрі. Бір қызығы екі көлік ана жерден келді. Сол жанған бастаған кезде. Айланып келді, ана жері келді. Бізге көмектесіп келді ма, білмеймін. Бүйтіп айланып тұрды да соң қайтамын. Кетіп қалды. Тура бетпақталады енді. Ешкім жоқ қой мына. Адамдардың пейілдері не болған деймін. Мен ол машинаны құтқара алмайтын едік. Бірақ енді қазір біз алтауымыз бір машинаға отырамыз. Хотя бы бір жерге жеткізіп алса деген ғой. Так Аллаға шүкір деймін өз басым. Қуанышта да, қайғыда да тағдырға иман келтірдік қой. Осындайды қабылдай білу керек те, өйткені ертең бұдан да бір зоры болған кезде стресс алмауымыз керек те. Егер де біз бұндай кішігірім сынақтарға, егер де біз төтеп бере алмасақ, бұндай үлкен қиыншылықтарға біз мүлдем төтеп бере алмаймыз. Стресске түсіп, жылданып, айқайлап,
Я Раббым, неге мен деп. Жоқ. Осы дүниені таптық қой. Енді жауап береміз жолдас балалардың көлігіне. Не істейміз енді? Аллаға шүкір, осындай бір үлкен эмоция Алла Тағала бізге берді, жақсы эмоциялар. Мынау да өзінше бір бөлек эмоция ғой. Бұндай жаңағы естігенбіз ғой, жаңағы көліктің астына шөп жиналып өртенеді деген. Бұл жерде лезде болды да просто. Жігіттер байқамай қалды. Лезде болып, лап етіп қураған шөп күн ыстық. 2-3 минуттың ішінде осылай өртеніп кетті. Ең бастысы жан аман болсын. Қалған бәрі келер. Бұдан да зор. Машинаны өртеп алған адамдар осылай уайымдап ұйықтайды. Жығылып тұрып ұйықтап отыр ғой. Бекзат машинаны өртеп алған. Сымыз ғана жылтырап отыр ғой. Қаптап. Осымен жайлап біздің сапарымыз, экспедициямыз аяқталып жатыр. Сонау құмнан бастадық, Мойынқұмның құмынан Балқаштың көлінен аяқтап жатырмыз. Балқаштың көлі сияқты халқы да осындай көңілді екен. Жолда осындай қиыншылықтар болды енді. Көлігіміз неше рет бұзылды, экипажымыз ауысты, басқа экипаж келді. Ол экипаждың машинасы өртеніп кетті. Аллаға шүкір. Барлық нәрсе болды. Сапарда адамдар сыналады. Сапарда кім-кімнің екенін білінеді, Аллаға шүкір. Немен бірге болған, қасымда болған достарыма мың алғысымды айтамын. Сіздер болғандарыңызға, сіздерге мың алғыс. Жаңадан танысып отқан мынау жігіттерге, Саршағанның жігіттеріне мың алғыс. Осылай жаңа достар табасыз. Мынау Босаға ауылындағы ағаларға, ол менің онлайн подписчиктерім, ол енді офлайн болды, Аллаға шүкір. Осылай қазақтың барына қуанамын. Осылай елімізді, жерімізді аралап жүрейік. Әрқашанда бірге болайық, достар. Аралаңыздар, в общем. Балқаш! 4 июль. 4-тен 44 кетті. Тарихи. Былай айтқанда, ағалармен сөйлесіп танысып жатыр. Өзімізге біраз мағлұмат инсайт дейді ғой. 7 миллион машинасы кеп кетті, бірақ мәз болып Абу Ханифа рахматуллахидің уровеньдағы әңгімелер кетті. Қой, айналайын. Қайдағы Абу Ханифа біз ол кісілердің шаңына да жойлаймыз. Болды, кетті, не істейміз. Показатель кішік елдікті де көрсетіп тұр, альхамдулилля. Машалла.